Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТВ. Бүгін біз кабачкидан ерекше нәзік, дәмді икра әзірлейтін боламыз. Оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Арнамыздан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін бізге кәді, сәбіз, пияз, томат пастасы, қант, тұз және сұйық май мен дәмдеушілер қажет болады. Барлық қажетті заттардың грамдары мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен көкөністерімізді тазалап аламыз. Ескере кететін жайт, егер сіздің кәдіңіз жас кәді болатын болса, оның дәндері ұсақ болуы мүмкін, дәндерін бірге пайдалана беруге болады. Ал егер де сізде менікі сияқты үлкен, кәрі кәді болатын болса, әбден піскен. Оның дәндері үлкен болғандықтан ортасын тазалап, дәндерін алып тастаймыз. Тазаланған кәдімізді 4-1 етіп турап аламыз. Бұл икраны біз блендердің көмегімен жасайтын боламыз. Біздің арнамызда сондай-ақ тек қана ет тартқыштан өткізіп жасайтын оңай видео рецептісі де салынған, видеолар бөліміне өтіп көрсеңіз болады. Ол рецепт бойынша да өте дәмді кәді икрасы шығады. Егер ет тартқышыңыз жоқ болса, өткіштен өткізіп жасай беруіңізге болады. Жоғарыда шыққан сілтемені басып көруіңізге болады. Сәбізді орташа өткіштен өткізіп аламыз. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Пиязды турағанда мен сияқты көзіңізден жас шығатын болса, суға салып қойсаңыз, турағанда жеңіл болады. Енді табаға майымызды құйып, отқа қоямыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып қуырып аламыз. Пияз кішкене сарғайып, қуырылған кезде үстінен өткіштен өткізілген сәбізді саламыз. Барлығын дұрыстап араластырып, тағда 2-3 минут бұқтырамыз. Сәбізі кішкене жұмсарған уақытта үстінен томат пастасын салып, тағда барлығын бірге дұрыстап араластырып, қосымша 1-2 минут бірге қуырып аламыз. Видеоның астындағы описание бөліміне 1 килограммға арналған грамдарын жазып кететін боламын. Өздеріңізге қанша керек, солай көбірек етіп ала бересіз. Мендегі кәдінің салмағы 3 килограмм шықты, соған орай 3 есе көбірек етіп алдым. Енді қуырылған пияз бен сәбізді үлкенірек кастрюльге немесе қазанға ауыстырып аламыз. Кәдіні пісірген уақытта түбі жабысып қалмас үшін ыдысыңыздың табаны қалың болуы қажет. Сәбіз бен пияздың үстіне кәдімізді саламыз. Енді үстіне қант, тұз және бұрышын салып аламыз. Бұл икраның дәмі тәттірек болып шығады. Егерде қышқылды ұнатсаңыз, сарымсақ, яғни чеснокты немесе ащы бұрыштан кішкене қоссаңыз болады. Ол сіздің өз қалауыңыз бойынша. Барлығын дұрыстап араластырып, қақпағын жауып, баяу отқа қоямыз. Су ештеңе қоспайсыз өзінің шырыны бөлінетін болады. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыз, түбі жабысып қалмасын. Міне қараңыз, қаншама суы бөлінді. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыз, кәдіміздің жұмсарғанша бұқтыратын боламыз. Кәдіні ақырын ортасынан бөліп тексеріп көріңіз. Кәдіңіз жұмсарған уақытта оттан алып, әбден бір келкі масса болғанша блендермен езіп алатын боламыз. Бір келкі болып езілген массамызды қайтадан отқа қоямыз. Абай болыңыз, өте қатты шашырайды, сондықтан қақпағын ақырындап қырындатып жауып қойыңыз.
және түбі жабысып қалмасы үшін жиі араластырып тұрыңыз. Бүлкілдеп қайнаған уақытта үстінен 9%-лық сірке суын қосатын боламыз. 1 литрға 1 ас қасық есебімен құясыз. Менде 3 килограмм кәді болғандықтан 3 ас қасық сірке суын қостым. Барлығы бірге тағы да 1 минут қайнаған соң оттан аламыз. Ыстық күйінде стерилденген банкаларға салып аламыз. Менің икрам дайын болды. Өте нәзік, дәмді, тәбет ашарлық. Нанға жағып жесеңіз де ерекше дәмді болады. Біздің арнамыздан басқа да рецепттерді көру үшін видеолар бөліміне өтіп қараңыз. Онда үй жағдайында жасалатын жеңіл, оңай рецепттер салынған. Банка жабу түрлері, салаттар, торттар, тіске басарлар және де басқа да көптеген видеолармен бөлістім. Арнама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де әзірлеп көріңіздер. Ас болсын.